Сәлем, бұл Ерлан. Бүгінгі бейнеде телепортация туралы айтатын боламын. Телепортация қазіргі әлемде жұмбағы әлі күнге дейін табылмаған физикалық құбылыс. Бұл сөз гректің телепорт, алыс алып жүру сөзінен шыққан. Біз бұл құбылысты фильмдерден, кітаптардан көреміз. Қазіргі уақытта ғалымдар қызу талқыға салып осы құбылысты барынша зерттеп жатыр. Бұл терминді алғаш 1931 жылы американдық жазушы Чарльз Фарр таңғаларлық жоғалу мен көріністерді пайдалана отырып ойлап тапты. Академиялық басылымдарда телепортация термині көбінесе бастапқы объект мен қасиеттерін көшіру аясында қолданыла бастады. Бұл термин алғаш фантастикалық құбылыс болып есептелді. Бірақ көлік сәулесін қараңыз. Бұл телепортация әрекетін бейнелейтін жалғыз ғылыми әдіс болады. Сіз фантастикалық фильмдерде бір жерден шығып, екінші жерден шығатын адамдарды көресіз. Әрине, осы өмірде де құбылыс орнайтын болса, керемет болатын шығар. Телепортация түрлі бөлімдерге бөлінеді. Олар кванттық телепортация, порталдар, сиқыр арқылы нөлдік кеңістік. Ал мен қазір кванттық телепортация туралы айтатын боламын. Кванттық телепортация бұл кеңістіктегі бөлінген жұптасқан жұпты және классикалық байланыс формуласын қолданып қашықтыққа кванттық күйді беру. Онда күй өлшеу кезінде, кету кезінде жойылып, қабылдау нүктесінде қайта құрылады. Ал достар, ғылыми дәлелдерге көшсек, жапондық ғалым Норино Ли мен оның әріптестері жарық сәулені кішкене фотондарға айналдырған. Содан кейін ақпарат сақталған сол кішкене ғана жарық бөлшегін зерттеуге енгізген. Бірінші фотон А нүктесіне келсе, ал екінші фотон Б нүктесіне келеді. Ал содан соң екі фотон әрекеттесіп, кейін екі фотон да Б нүктесінде тұрады. Ал А нүктесінде ештеңе қалмады. Бұл таңғажайып құбылыс әрине. Бір қызығы, Альберт Эйнштейн 1935 жылы айтқан элементарлық бөлшектердің телепортациялануы мүмкіншілігі бар екенін айтқан. Ал міне көріп отырғаныңыздай, бұл Америкада Филадельфия штатындағы 1943 жылы істелінген құбылыс, эксперимент. Қарап отырсаңыз, кеме Филадельфия штатынан бірден Майами штатына келеді. Картадан қарасақ, Филадельфия мен Майамидің арасы 32 километр. Бұл сол кездегі ғылыми эксперимент. Бірақ ол содан кейін Американың қарулы күштері бұл экспериментті шындық деп бағаламай жасырып келеді. Құрметті достар, телепортация біз әлі күнге дейін бұның шын екенін білмейміз. Уақыт өте келе көріп қаламыз.